Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл бізде жареный лагман. Үй жағдайында қалай дайындайтынын сіздерге көрсететін боламын. Видеоны толықтай көріңіздер. Ең алдымен барлық керек заттарын дайындап алыңыздар. Сонда өздеріңізге оңай болады. Етті осылай жұқалау етіп тураңыздар. Жұқалау болғанда 4 бөлшікті кубик қылып жіңішкеден турасаңыздар піскен кезінде жақсы шығады. Үстіне крахмал салып, 3-4 қасық соямызды салып, жақсылап араластырып шетке қойып қоямыз. Біздің оған шейін майымыз қызып шыққанша бұл да дайын болып қалады. Жар сағат алдын дайындап қойсаңыздар да болады. Бұны май қызғанша біраз тұрады. Осылай енді картоптарымызды кубик етіп майдалап турап шығатын боламыз. Егер де сіздерде болгарский, капуста және кабачки солардың барлығы болса, қоса беріңіздер, осылай кубик етіп турап өте дәмді шығады. Егер де жоқ болса, томатын қоса салсаңыздар да болады. Қалай істесеңіздер де өз еріктеріңіз. Пиязды осылай дәл видеодағыдай тураңыздар. Майымыз біздің бұл уақытта уже қызып қалды. Енді етімізді қуыратын боламыз. Пиязды тым қатты қуырмаймыз, барлығын картоптарды бірге қуыратын боламыз. Етімізді осылай майға бірінші қызартып, кішкене қуырып аламыз. Сосын үстінен картоп, жаңағы тураған барлық нәрселеріңізді салып, бірге араластыратын боламыз. Ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Мен лагманға арналған қостым. Сіздер де ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Осылай барлығын араластырып, енді томатымызды қосатын боламыз. Қоспалардың бәрін қосып болған соң жақсылап араластырып, кішкене тұз салып, демдеп қоятын боламыз. Міне майы молырақ болу керек. Осылай жай отта қойып қоясыздар, бетін жауып. Енді алдын ала дайындап қойған тестамызды алып, осылай лагманымызды созатын боламыз. Сіздер бұны начинкасын дайындамай жатып, бірінші илеп қоясыздар. Иленуі өте оңай. Бешбармақтың қамырына иленгендей етіп илейміз. Тұз, жұмыртқа салып илейсіздер. Өздеріңізге қанша зуала керек? Бір зуаланың өзі өте көлемді шығады. 2 зуаланы игере алмай қалуларыңыз керек. Сондықтан мен сіздерге кеңес беремін. Бірінші 1 зуаладан бастап жайып көріңіздер. Осылай лагманды созып көріңіздер. Өйткені 2 зуала бірінші созғанда ауырлық қылады. Егер де менің қалай илетінімді көргілеріңіз келсе, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен көретін боламын сол жерден. Міне осылай барлығын домалақтап аласыздар. Бірінші созғанда қиындау болуы мүмкін, бірақ жайлап қолдарыңыз үйренісіп кетеді. Осылай жақсылап дөңгелектеп бір-біріне орап қоямыз. Май жағып отыру арқылы илейтін боласыздар. Міне осылай бір-біріне дөңгелектеп май жағып отырасыздар. Міне осылай бір дөңгелетіп алған соң қайтадан ортасынан бастап алып, қайтадан созатын боламыз. Видеоны толықтай көрсеңіздер, түсінетін боласыздар. Бір қолдарыңыз үйренсе, созу қатты қиынға созбайды. Осылай жайлап шетінен алып бір-біреуден созасыздар. Енді кішкене бұл жерде сабырлық керек болады. Тағы да осылай майлап отырып, жаңағыдай дәл алдыңдағыдай істейміз. Осылай міне видеодағыдай қайталайсыздар. Осылай тесталарыңыз жіңішкерген соң, осылай қолдарыңызға алып, видеодағыдай ұрсаңыздар тез созылатын болады. Егер де қамырларыңыз жұмсақ болып қалатын болса, үзілгіш болып келеді. Сондықтан қамырларыңызды баста илегенде қатты етіп илейсіздер. Міне осылай дайын болып қалды біздің лагмандарымыз. Міне осылай барлығын созып аласыздар. Және де әрбіреуін істеп болған сайын май жағып отыруды ұмытпаңыздар. Май жақпасаңыздар бір-біріне жабысып қалады. Міне енді қайнап тұрған суымызға салып пісіріп аламыз. 7-8 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Пісіп болған соң бұларды бірден мұздай суға салып алу керек болады. Араларын ашып, міне тұзы кем болса тұзын салып, барлығын осылай істеп аласыздар. Міне сүзіп аласыздар осылай. Енді пісіп болған соң енді осы начинкамызға салатын боламыз. Барлығын салып араластыратын боламыз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менен алда қандай рецепт күтесіз, соны да жаза кетіңіздер. Мен барлығын қарайтын боламын.
Егерде осы тағамды кешкі асқа дайындайтын болсаңыздар, үйде барлықтарына ұнайды деген сенімдемін. Ал енді достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің лағманымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Айткүл.